Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір сахаба келіп сұрайды: я Расулалла, маған өмірімнің жанында бақытымды алып келетін бір дұға үйретші дегенде, Аллахума а'инни аля зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дұға үйреткен екен. Аллахым, маған сенің ғибадатыңды, шүкіріңді, сенің көркем зікіріңді тоқтамай тастап жүруіме себепкер болып жанымда қолдаушы бол дейді екен. Яғни Аллахым, соның бәрін сен орындап маған. Дәл осы нәрсе адамның жәннатына қажет болғандай, ата-ананың да қызметі жәннатқа керек қой. Ол онсыз жәннатқа адам кіре алмайды. Сол үшін мен ойлаймын, намазымызда осы жанымыздағы жақындарды бағалай білейін деп дұға қылсақ деп ойлаймын. Жанымдағы жақындарымды бағалай білейін. Сол бағалауды, я Аллахым, менің жүрегіме сал, мені үйрет соған деген үлкен нәрсе.